Bir danışman öмірдің өзі театр, біз соның актеріміз депті. Аражығын ажырататын қонағымыз актер, режиссер, театр қайраткері, профессор, Қазақстанның халық әртісі, Тарлан тәуелсіз платина сыйлығының лауреаты, Парасат барыс ордендерінің егері Есмұхан Несіпбайұлы Бабаев. Хан Талапай. Ой Талапай, жоғаршыңыз. Ассалаумағалейкум. Ал театрға лауазымды адамдардың келуі неге оқиға болып есептеледі бүгін? Оқиға енді бар. Анда-санда бір келгендіктен ба? Жоқ әлде қолында кілт болғандықтан ба? Министрдің келіп атуы, әкімнің келіп атуы. Келер алдында погода жасап қояды. Ал ендеше. Ойбай ақын келейін деп отыр. Ойбай дайындалыңдар. Ойбай аны жақташ, ойбай мы жақташ. Паника. Ревизор келе жатқандай. Қазіргі помощниктер ана өзінің басшыларын подвайт етеді. Соның наоборот авторитетіне нұсқан келтіреді менің түсінуімше. Солардың информациясымен әкімдер қазір помощникке бақылады ғой деймін кейде. Помощникіне барып, көмекшісіне барып бірдеме деп айтайын десем, анау қағаздан басын алмай, және кіргенде әрең кіресің ғой, пропуск алып. Не керек? Сізге демейді. Не керек саған? Қоятымыз өксі жоқ, бүгін болмайды. Түстен кейін келерсіз. Көкең басыңды көтерсіз, мен сенің әкеңдей адамым ғой. Сондайда тауың шағылады. Қандай кадрларды өсіріп келе жатырмыз? Жарты ғасырлық тәжірибеңіз бар, жарты ғасырдан артық сахналық тәжірибеңіз бар, театрлық тәжірибеңіз бар. Соның биігінен қарап көріңізші. Егер сізге сондай ұсыныс болып жата ма, жоқ мүмкіндік беріліп жата ма, елді театрға шұбыртатын қандай тақырыпта сахналарыңыз келер еді? Адам бүгінгі. Бүгінгі? Бүгінгі адамның жан ауруы не? Бүгін адам нені аңсайды? Үй бар, күй бар, трамвай бар, автобус бар, жүріп жатыр, тамағың бар. Не жетпейді? Осы сұраққа жауап іздеп көру керек. Көрермен әрділі мысал үшін Төлен Әбітовтың мен қойған пьесасы бар. Ұры мен ұлы дейді. Бұрын оның ең бастап аты ардагерлер дейді. Сонда мұна әке мен баланың арасындағы проблема. Сондайда аға осы маған түсіндіріңізші. Мені құртқан сіз, қорада ойнаттың, далаға шығарған жоқсың. Орыс мектебіне апарып берген сен. Әйел алайын десем, тағы да сен. Араластың. Иә. Соны мен тағдырыма неге риза болуым керек? Мен жоқ, мен қолдан жасаған қуыршақпын. А сен өзіңе қарашы. Өзің заманыңды саттың. Қай жеріңе маған үлгі боласың? Дейді. Сен қалай деп қабылдауым керек мен әке дейді. Көрдіңіз бе? Міне бұл тақырыптар театрда жүріп жатыр. Мұны бізді ойландырып отырғаны осы көріністің өмірдегі шындығының барлығы ғой. Өмірде күнде тұр ғой. Сол айтқандай, қаншама керек егер ол өзі туған адам. Бойында ондай қасиеті болмаса, білімі, дәрежесі, ақыл ойы, парасаты, меңгерген әлемі тән болмаса. Өзін өзі тым артық санайтын адам, ол кемтар адам, ауру адам. Жазылмайды ол. Алғы тұм ауратып жүретін адам, ол адамдар. Сондықтан сол Құдай тұмауынан сақтасын дейік. Мен сіздің кез келген әңгімеңізге ұйып тыңдайтын адамдардың қатарында қазақпын деп есептеймін өзімді. Сондықтан сіздің болашақта да, алдымызда да кез келген қолға алған мәселеңізде асыңыздың алыстан түскен қалайтынын білдіріп, хабарды аяқтағым келіп отыр. Сіз Нұртілеуде болдыңыз. Ой, рахмет бауырым.